Қазақ деген халықтың баласымын, баласына беретін барасылын. Менің көрсе қиналып інісінің, тілін алып өсетін ағасының. Қазақ деген халықтың баласымын, жағасынан алмайтын данасының, айтқанынан шықпайтын әкесінің, бір сөзінде шықпайтын анасының. Алхамдулиллахи Rabbil аламин, والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамаат муслимин, Аллах субханаху ва тағаланың қалауымен бүгін біз Абу Ханифа рахматуллахи алейхтің өмір баяны жайлы келесі сабақтармен, келесі сабақтарда жүздесіп отырмыз. Абу Ханифа рахматуллахи алейхтің осындай дәрежеге жеткеніне, осындай ғалым болғанына, осындай ислам әлемінде үлкен із қалдырғанына себеп әуелі Аллах субханаху ва тағаланың қалауы болса, екінші себепші болған о кісінің дүниеге келген ата-аналары, яғни әке-шешелері себеп болған. Хазіреті Али радиаллаху анхудан Хазіреті Абу Ханифа рахматуллахи алейхтің аталары дұға алғаны туралы риуаяттар келеді. Абу Ханифаның өзінің әкесі бір оқиғада, бір риуаяттарда, бір судың ағатын судың астында отырған кезде Абу Ханифа рахматуллахи алейхтің әкесі Сәбит, Нұғман ибн Сәбит, Сәбит деген Абу Ханифаның әкесі сол жерде дәрет алып жатқан кезде ағып кеп жатқан бір алманы көріп қалады. Сонда сол алманың көзіне бір әдемі көрінген кезде алманы бір тістеп қояды. Сонда алманы тістеп қойған кезде, яғни ол алманың қай жерден келгені, оның кімніңкі екені туралы ойлап қалады. Сонда суды ағып келген жерге қарай барған кезде бір суға, үлкен бір арыққа су ағып келетін жерге бір адамның талы сол жерден түскеніне сол алмадан танып қалады. Сол алмаға, сол үйінің иесіне кірген кезде пәленше бір шал кісі, үлкен бір жастағы бір адамды көріп қалады. Сонда сол адаммен сөйлесіп, ата, мынау алма, мен осындай оқиға болып қалды, дәрет алып жатқан кезде мына алма келді, сол алманы бір тістеген едім, соның ақысын алал етсеңіз. Сонда ол ата, жасы үлкен кісі, ол жігітке қарап, оның ақысын адал етем, бірақ бір шартым бар деп айтады. Сонда қандай шартыңыз десе, ол алмаға 3 жыл еңбек жасайсыз, сонда ғана мен оған разы болам деп айтады. Тағы да бір шартым бар деп айтады. Сонда 3 жыл егерде қызмет жасасам, сонша бір алма үшін 3 жыл өмірім кетеді. Қызмет жасамасам, ертең Алланың алдына барған кезде оның сұрауы бар, не істеймін деп сол атаның сөзіне көніп, не істейді, ол кісінің үйінде 3 жыл қызмет жасайды. Сонда 3 жыл болған кезде шақырып, мына енді солың алманың ақысını адал етіңіз, халал етіңіз деп айтқан кезде ол кісі тағы бір шартты айтады. Шарт болған кезде, менің бір қызым бар, оның көзі көрмейді, құлағы еспейді, тілі жоқ, аяғы жоқ, сондай бір қызым бар. Егерде соған үйленетін болсаңыз, ол ақыңызды алал етем деп айтады. Сонда 3 жыл еңбегі кеткен, 3 жыл қызмет жасаған, егерде жоқ десе, ертең Алланың алдына барған кезде әрбір нәрсенің сұрауы бар.
onun ақсыны адал қылу керек, халал қылу керек деп ойлап, сол атаның сөзіне көнеді, шартына көнеді. Неке қиғаннан кейін үйге сол неге кірсе, көзі де көреді, құлағы да естетін, аяғы да бар, сондай бір әдемі қызды неде көреді. Сонда жүгіріп барып Абу Ханифа ана атаға, сіз некелеп берген қыз қандай ол? Сіз айттыңыз, менің қызымның құлағы жоқ, көзі яғни көрмейді, құлағы естпейді, тілі сөйлей алмайды деп айттыңыз. Не мына ол жерде басқа қыз деп айтқан кезде Абу Ханифаға қарап, ол кісі не деп жауап берді? Менің сіз сияқты яғни адаммен жүздескен Аллаға хамд етем. Мен әрбір намаздарымда дұға ететін едім. Аллахым, маған менің бір қызым бар, соған лайықты бір өмір жолдас, тақуалы, Құдайдан қорқатын бір адамды кездестіруді нәсіп етші деп Алладан сұрайтын едім. Аллах субхану ва таала бір алма арқалы сен менің үйіме келген кезде мен сені байқадым. Сені тақуалы, Құдайдан қорқатын адамды, яғни Құдайдан қорқатын адам екенін көріп, яғни көзім жетті. Содан кейін мен осы шарттарды саған қойған едім. Мен қызымның көзі көрмейді деген сөзім, менің қызым көзі басқа бір нәрселерге, харам нәрселерге көзбен қарамаған, тілі жаман сөздерден, ғайбаттардан тиылған, құлағы яғни жаман нәрселерді еспеген, аяғы яғни жаман жерді баспаған, сондай сол мағынада айтқан едім. Сенің тақуалығыңның артынан яғни сол нәрсені сезіп, мен Алла разылығы үшін өзімнің қызымды саған некелеп қойдым деп айтқан екен. Қараңыздар, құрметті мұсылман бауырлар, ағалар, қарындастар, әпшелер, Аллах субхану ва таала осындай Абу Ханифа сияқты ғалымдардың дүниеге келуіне кім себеп болған екен? Осындай тақуалық танытқан Сәбит деген кісінің артынан Абу Ханифа деген үлкен жер, яғни дүниеде, ислам әлемінде осындай атақ қалдырып кеткен, яғни үлкен ғалымды қалдырып кетті. Сол сияқты біз де осындай тақуалық танытсақ, Алла разылығы үшін, яғни келесі ұрпаққа осындай бір тақуалы, өнегелі, Құдайдан қорқатын тақуалы адамдарды қалдыруды қалайтын болсақ, еш болмаса Алла разылығы үшін қолымыздан келгенше тақуалық танытатын болсақ, иншааллах ертең Алланың алдына барған кезде жүздеріміз жарық болатын, Алланың сүйікті құлы Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламның үмметі болуды Аллах субхану ва таала бәрімізге нәсіп еткен болсын. Ва ахири давана анилхамдулиллахи раббил аламин. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илайк.